Сәлеметсіздер ме балалар, қалдарың қалай? Бүгінгі сендермен үлкен бір тақырыпты бастағалы отырмыз. Тақырыбымыз деректер базасының негізгі ұғымдары. 5-2 бөлім 165 бет. Дәптерге жазып аламыз. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты, яғни сендермен бүгін не үйренеміз? Біріншіден, деректер базасы деген не? Деректер базасын жасау не үшін қажет? Деректер базасының түрлері қандай? Microsoft Access'те деректер базасын құруға арналған негізгі нысандары деген сұрақтарға бүгінгі сабақта жауап алатын боламыз. Енді жалпы деректер базасы дегеніміз не? Деректер базасы дегеніміз үлкен көлемді мәліметтерді сақтау, өңдеу және іздеу үшін арналған арнайы программалар. Қандай да бір тасушыда, мысалы қағазда, кинотаспада, магниттік дискіде сақталған арнайы ұйымдастырылған деректердің жиынтығын деректер базасы деп түсінуге болады. Яғни күнделікті оқып жүрген газет журналдарымыз, дискіде сақталған ақпараттарымыз, барлығы де деректер базасының жиынтығы деп түсінуге болады екен. Енді деректер базасында берілген құрылымдағы ақпараттардан тұратын деректер базасы деген не? Жалпы деректер базасы берілген құрылымдағы ақпараттардан тұратын арнайы форматтағы файл, яғни мынадай файл түрінде болады. Берілгендер кестеде дайындалады. Не көріп тұрғандарыңдай. Жалпы енді деректер базасы үшке бөлінеді екен. Бұл иерархиялық, реляциялық деректер базасы және желілік деректер базасы деп үшке бөлінеді. Иерархиялық деректер базасы дегеніміз не? Яғни иерархиялық деректер базасына мына жұмыс тобы, яғни Windows операциондық жүйесін мысал ретінде келтіруге болады екен. Яғни бұл жерде жазба элементтері реттеліп жазылады. Оның бір элементі негізгі болып табылады, яғни біздің мысалдары жұмыс стилі негізгі болып табылады, ал қалғандары бағыныңқы элементтер болып есептеледі екен. Мұнда элементтер нақты тізбек бойынша сатылы түрде реттеліп қойылады. Екінші түрі желілік деректер базасы. Желілік деректер базасында нысандардың арасындағы өзара байланыс түрі бар. Егер бұл модельді графикалық түрде бейнелесек, жазықтықта бағыттауыш сызықтармен бейнеленген байланыстар шығады. Өздерін көріп тұрғандай. Мысалы, сілтемемен байланысқан 3W құжаты. Желілік деректер базасы иерархиялық деректер базасына ұқсас болып келеді. Келесі деректер базасының үшінші түрі реляциялық деректер базасы деп болып табылады. Реляциялық деректер базасы кесте түрінде ұйымдастырылған деректер базасы. Бұл ең көп тараған деректер базасы. Кестелер арасындағы байланыстар жиі пайдаланылатын ең маңызды ұғым. Деректер базасында бағандарды өрістер деп, яғни мына бағандар өрістер деп, ал жолдарды жазбалар деп атайды. Яғни өрістер бұл бағана, ал жолды жазбалар деп атайды. Міне, өздерің көріп тұрғандай тегі, аты, мекен жайы, телефоны бұл өрістер болып табылады. Ал қатар бұл жазба деп аталады.
Орысша поле болады, қазақша өріс болады. Орысша записи болады, қазақша жазба болады екен. Енді сендермен 167-ші беттегі қосымша тақырыпқа тоқталамыз. Microsoft Access деректер базасын басқару жүйесімен жұмыс істеу негіздері. Жалпы балалар, сендермен Microsoft Access-ті іске қосуымыз үшін негізгі батырма пустты басамыз, оның ішінен все программы таңдаймыз, оның ішінен Microsoft Office, ол жерде Microsoft Access деген команданы таңдаймыз. Осы сәтте бізге мынау секілді терезе ашылады. Бұл жерде жаңа деректер базасын өзіміз жасауымызға болады. Сонымен қатар дайын үлгілерді немесе шаблондарды пайдалануға болады екен. Сонымен қатар жаңа кесте құратын кезде, яғни міне біз новая база данных создать батырмасын басқан кезде бізге мынау терезе ашылады екен. Яғни кестені балалар осы терезеде құрамыз. Жалпы енді Microsoft Access деректер базасын құрудың 7 нысаны бар. Не өздерін көріп тұрғандай, мына суретте. Бірінші таблица, кесте, екінші запросы, сұраныс, үшінші қалып, формы, есеп, отчеты, беттер, страницы деп тұр, макросы және модульдер. Яғни база даннықты немесе деректер базасын құрған кезде осыларды кезегімен, ретімен құра бастайды екенбіз. Жалпы кесте құратын болсақ, кестенің терезесі бірінші суреттегідей болады. Екінші суретте сұраныстың суретін көріп тұрмыз. Үшінші пішіннің суреті, төртінші отчет, яғни есептің суреті, макростар, модульдер және беттердің терезесі осындай болады. Нақтысын сендер 168-ші беттегі нысанға берілген ережелерді өздерің оқып аласыңдар. Енді сендермен мына видео сабаққа көңіл бөлеміз. Ал енді сендермен дайын жаңа база құрат, деректер базасын құратын боламыз. Ол үшін новая база данных таңдаймыз. Имя файла деген жерге атауын береміз. Және осындай кесте құрамыз. Біздің жағдайда тек қана бір өріс бар, көріп тұрсыңдар. Және ол өрісті құрып ат береміз. Яғни бұл жағдайда, біздің жағдайда кестеге ат берілді. Біздің жағдайда бір ғана өріс бар. Келесі сабақта сендермен деректер базасында кесте құруды және кестедегі берілген жазбалардың типтері, яғни түрлеріне келесі сабақта нақтырақ тоқталатын боламыз. Ал енді сендерге қазір сынып жұмысы беріліп отыр. Күнделік жүйесіне мен осы слайдты жүктеп қойдым. Осы жерде сендер екі тапсырманы сынып жұмысына орындайсыңдар. Біріншісінде дұрыс жауапты белгілейміз. Екінші тапсырмада сәйкестендіреміз. Үшінші тапсырма, яғни бұл үйге тапсырма, Microsoft Access-те деректер базасы құрудың 7 нысаны туралы жаз дейді. Жаңа ғана сендерге айтып өткендей оқулықтан оқып алыңдар дедім. Яғни 7 нысанға толық анықтама беретін боласыңдар.
Жалпы сұрақтарың бар болатын болса, маған жекеме шолуларыңа болады. Жақсы балалар, сау, саламат болыңдар.